Ашаршылықтағы жан түршігерлік оқиғалар. Куәгерлердің көзімен қаз қалпында. Жетеу Нұрманов 1922 жыл туған, Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Мен, інім, қарындасым үшеуміз детдомда қала бердік. Шикі бұламық жеп, күндіз-түні өліп жатқан балаларда есеп жоқ. Өлгендерін детдом жанындағы ойпаңдау жерге 2-3 бел күрек қазып, бір шұңғырға бірге көме салатынбыз. Детдомның 4-5 күшігі қара ала иті бір түнде жоқ болып кетті. Ашыққандар ұрлап кетсе керек. Детдомның алдынан Қоңыратқа апаратын жолда кетіп бара жатып, қолдарында пышағы бар, арықта отырған адамдарды көретінбіз. Олар базарлап жүрген адамның итінің есегінің қарнына пышақ тығып, ішек қарны шұбатылған есек құлағанда 20-25 адамдай топ кәдімгі қара қарғалар құсап жабылып, тиген жерінен кесіп алып жататын. Алтынбек Төлеков 1916 жыл туған, Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Ташкент қаласында босып жүрген 5-14 жас аралығындағы қазақ балалары әскерлерден қалған тамақтың қалдығына таласып төбелесетін. Әскердегі кілең орыстың ішіндегі жалғыз қазақ мен болғандықтан балалар ағекелеп терезеден телміріп тұратын. Мен бар нанды лақтырып жіберем. Ас пісірушілер қуып жібергенде олар үйт құсап әр жерге барып шоқиып отыратын да көп ұзамай қайтып келетін. Троицк лагері жанынан өтетін Қарасу деген су бар еді. 1932 жылы күзде сол судың жанындағы тоғайда көп қазаққа қазан асылды. Өзбекстан Компартиясы орталық комитетінің төрағасы Файзулла Ходжаевтың бұйрығымен көже пісіріліп, аш балаларға тамақ берілді. Көжені ішкен балалар өліп қалды. Сөйтсе, қаланы аштардан тазалау мақсатымен көжеге у қосылған екен. Зәмін Сүлейменов 1916 жылы туған, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы Задария совхозының тұрғыны. Жұмыс істегендерге күніне 500 грамм бидай беріп отырды. Ал колхоздың жұмысына шығатын адамы жоқ үйлерге ештеңе берілмеді. Ашықтан өлгендерді жерлеуге шамамыз келмегендіктен үйлерінің тіреу ағаштарын өгізбен сүйретіп, үйлерін құлатып, өз үйлерін молаға айналдырдық. Дәметкен Шотбаева 1894 жылы туған, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Жақаев колхозының тұрғыны. Жұмыс істегендерге қасықтап дән беретін. Колхоз бір келі астық берсе, оның жартысын басқарма белсенділер алып қоятын. Бас көтеру болды ма дейсің қарағым? Қайдан бас көтересің? Үлкен адамның көбін қамады. Ұстап әкетіп, атып өлтірді. Соқыр сот деген болған ол уақытта. Өліп жатқандарға ешкім қарамайтын, көмусіз жата беретін. Аштықта өз баласын өзі суға тастағанды да көрдік. Рәзия Тәжібаева 1916 жылы туған, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы Талдыөзек ауылының тұрғыны. Аш адамдар базарда табананды ала қашатын. Иесі артынан тұра қуса, қашып бара жатып, нанды аузына тығып, шайнамай жұтып жіберетін. Біреулердің ішіп отырған атала көжесіне қолын тығып жіберіп, қашып бара жатып қолын жалап, соны талға жауып ететін. Дүкенші Толқынбай, ет алушы Исақжан Сарт, дүкенші Мырсыдық Сарт осылар тоқ болды. Кейіннен халықтан қорқып, бар тамағын іше алмады сорлылар. Үкімет продпомыш деген бірдеңе берді. Оның өзін детдом ашып баласы бар әйелдерге берді. Оған кім жараған? Көп адам сыртқа тентіреп кетті. Сырттан бізге келіп жатқандар да бар. Кімді кім біліп болған? Әйтеуір қырылғанның бәрі қазақтар. Ой, адам көп қырылды. Талқанын құшақтап, аштан өлген әйелдің баласы
емшегін еміп жатқанын көзім көрді. Кейбіреулер баласын бесігімен тастап кетті. Өлгендердің бәрін Желдиірмен деген жердегі шұңқырға көме салатын. Өкіметке қарсы шығуға бәрі де қорқатын. Сіңілім Мәрзия екеуміз әкемнің Мақсым деген тамыр орысының үйінде жүрдік. Әйелі балалары бар, қазақшаға судай. Ол кезде Шу өзенінде балық көп. Әлгі орыс өзеннен балық аулап келетін. Кейде бірнеше адам жабылып, жолшыбай оның аулаған балығын тартып алады екен. Тышқан құрбақаны қолы жеткен адам жейтін. Адам жегендер де болды. Тек екі табан, екі алақан, екі беттің ұшы ащы болғандықтан жемейді екен. Қалғанын жеп қояды. Орман деген байдың баласы киіз үйдің ішінде өліп қалса, біреулер үйдің уығын сындырып, әлгінің санын жеп кетіпті. Бір рет ішкен тамағы үшін 7 адам Ұзыншаш деген адамның басын кесіп алған. Бірінші бөлімнің соңы.